Сәлем достар, сізбен бірге Пазл каналы. Бүгін Макдональдстың шошындыратын құпиялары жайында айтатын боламыз. Макдональдстың ең үлкен құпияларын бірі болғанымен, оның барлығы білетін жайт ол денсаулыққа келетін зияны. Солай 2004 жылы «Двойная порция» атты фильмде бір адам Макдональдстың тағамдарын 30 күн бойы жеген. Айдың соңында ол адам 12 килограмм артық салмақ жинаған. Оның үстіне қанындағы қанттың мөлшері 3 есе көтеріліп, гастрит ауруы болды. Жоғалтқан денсаулығын қайтару үшін 50 мың ақш доллары жұмсалды. Балалардың басын айналдыру. Макдональдс балаларды кішкентай кезінен бастап өз тағамдарына үйретеді. Ол үшін мультфильмдер мен әртүрлі тауарларды қолданып, өз қолдарына миллиондаған сатып алушыларды жинайды. Макдональдс тағамдармен бірге жылына 2 миллиард ойыншықтар сатады. Ондай деңгейде әлемде бірде ойыншық сататын орны сатпайды екен. Жануарлардың өлімі. Макдональдстың тағы бір құпиясы кішігірім жануарлардың өлімі. Әрине, олар оны әдейі өлтірмейді. Адамдар Макдональдстен балмұздақ алып жегеннен кейін оның қорабын жерге ойламай тастайды. Оның қалдығына кішігірім жануарлар келіп қысылып қалады. Маркетинг. Макдональдстың маркетингтік қадамдарына келетін болсақ, олар бір адамға мүмкіндігінше көбірек тағам сатуды ойластырады. Солай, егер сен өз бургерінің үлкендігін дұрыс айтпасаң, саған ең үлкен бургерді әкеліп береді. Ал мұз бен сусындарға келетін болсақ, адамның ас қорыту жүйесінің бір сиқыры бар екен. Сен көп салқын су ішсең тойғанын білмей жібересің. Соның арқасында Макдональдс бір адамға 2-3 адамның тамағын сатып жібереді. Анаболигі бар еттер. Макдональдс компаниясы өз сиырларына анаболиктерді жемдеріне қосу арқасында еттерін 2 есе көбейтеді. Бұл технологияны тек сиырларға емес, тауықтарға да қолданады екен. Осы технологияны Макдональдс қана емес, басқа да атақты фастфуд брендтері қолданады. Достар, фастфудты мүмкіндігінше азырақ жеңдер. Қолда тұрған денсаулықтардан айырылып қалмаңдар. Ал егер мына видео сендерге пайдалы болса, лайк басып каналымызға жазылыңыз.